Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ кабачкидан өте дәмді оладьи жасайтын боламыз. Кабачкидің сыртын ашып, жақсылап жуып, оны үккіштен өткіземіз. Кабачкиіміз көп болып кетті деп уайымдамаңыздар, өйткені ол қазір суы шыққаннан кейін кабачкиіміз азғантай ғана болып қалады. Сол үшін қорықпай, көптеу қылып сала беріңіздер. Бір ас қасықтай тұз салып, суын шыққанша күтеміз. Жұмыртқаға үккіштен өткізіп сарымсақ саламыз. Кабачкиді суынан сығып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салсаңыздар болады. Дайындап қойған жұмыртқамызды қосамыз. Және аскөгімізді саламыз. Оны салып жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып, азғантай ғана майға екі жағын аунатып, оладьиді пісіріп аламыз. Міне оладьиіміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.